Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін көптен күткен Нью-Йорк чизкейгінің рецептін шығардым. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, видеодан лайк, комментарийлеріңізді аямаңыздар. Ең алдымен кез келген молочный печеньенің ұнтағын аламыз, немесе кез келген бисквиттің ұнтағын аламыз. Мен красный бархат тортының, трайфлның ұнтағын алдым. Сіз кез келген дүкендегі молочный печеньені алып, жақсылап үгітіп, сары майды ертіп, сонымен араластырамыз. Сары майды водяная баняда немесе микроволновкада ертіп алсаңыз болады. Ұнтақты шамалап көзбен қарайсыз, бір-біріне бірігетін, жапсатындай болуы керек. Егер бір-біріне бірігіп жатса, май жеткілікті. Егер бірікпей, кішкене әлі үгітіліп жатса, май жеткіліксіз деген сөз. Форманы аламыз. Форманы міндетті түрде фольга қағазымен биіктеу етіп, нығыздап жауып алыңыздар. Фольга қағазын 2 қабат етуді ұсынамын, өйткені біз водяная баняда пісіретін боламыз бұл чизкейкті. Сондықтан су кіріп кетпейтіндей биік болуы керек. Ұнтағымызды, бисквитімізді жақсылап формаға орналастырамыз. Ешқандай жарық, тесік қалып кетпеу керек. Барлық жағына бірдей етіп жайып қатырып шығамыз. Міне дайын болған ұнтағымызды шетке алып қоямыз да, ішіне сүзбелі салмамызды дайындаймыз. Бұл творожный сыр. Бұл творог сүзбе емес, қыздар, творожный сыр, именно Хокланд немесе креметта сияқты сүзбе. Творожный сыр деп атаймыз. Сүзбе десе кішкене творогпен шатастырады. Қантымызды салып, миксердің үлкен жылдамдығында жақсылап араластырамыз. Басында қиындау болуы мүмкін, өйткені сүзбе қатты болады. Жақсылап араластырып, шет-шетін жинап, ешқандай іртігі қалмағанша ішінде миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп болған соң, барлық жұмыртқамызды бірден салып, қайтадан миксерлейтін боламыз. Жұмыртқа салғаннан кейін миксерлеу оңай болып, салмамыз жұмсарады. Жақсылап шет-шетін жинап, миксерлеп аламыз да. Клейгейді 33 немесе 35% клейгей сливкейді құямыз. Оны да миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Өйткені сливки бізде взбивать етіліп кетуі мүмкін, көпіріп кетуі мүмкін. Ол піскен кезде кедергі жасайды. Сондықтан миксермен сәл ғана араластырамыз да, ары қарай лопаткамен араластыруға тура келеді. Өйткені сливкейіміз жаңа айтқандай взбивать етіліп, форма алуы мүмкін. Дайын болған салмамызды бисквиттің үстінен саламыз. Салып, теп-тегіс етіп, жайып шығамыз. Егер осы рецептпен істейтін болсаңыздар, ұялмастан тапсырысқа қабылдай беруге болады, және бұл ресторандағыдан да күшті рецепт. Енді Нью-Йорк чизкейк пісірудің ең маңызды сәті, міне, қайнап тұрған қайнаған суды ыдысқа құямыз. Осы кезде ішіне кіріп кетпеу керек, сондықтан фольга қағазын жақсылап ораңыздар. Пісіретін ыдысымызда шұңғылдау болу керек. Соған қайнап тұрған суды құямыз да, пеште 170 градуста 20 минут пісіреміз. 20 минуттан кейін пештің градусын 140-130 градусқа түсіріп, тағы да 15 минуттай пісіріп аламыз. Бет осындай сарғыш болады. Міндетті түрде суытып, тоңазытқышқа кемі 8 сағатқа немесе бір түнге салып қойыңыз. Егер оны салмастан бірден суытып кесетін болсаңыз, ағып кетуі мүмкін. Өйткені біздің сүзбеміз ыстықта ерейді, білесіздер. Сондықтан тоңазытқышта, қыздар, міндетті түрде кемі 8 сағат тұру керек. 8 сағаттан соң шет-шетін жайлап, пышақтың көмегімен формасын аламыз. Форманы да пісе салып алып қоюға болмайды. Міндетті түрде тоңазытқышта формамен бірге тұру қажет.
Міне бізде осындай кереметтей дәмді Нью-Йорк чизкейгі шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Түсініксіз болған жерлерін комментарийде сұрасаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін.